Баршаңызға сәлем. Бүгін сәбізді торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл торт өте нәзік болып шығады. Ең алдымен әдеттегідей 4 жұмыртқаны жарып, оның үстіне қант қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Жұмыртқа мен қантты миксерлеген кезде осындай күйге жеткенше миксерлесеңіздер, торттарыңыз биік болып шығады. Келесі кезекте сұйық майды массамызға құйып миксерлейтін боламыз. Барлық ингредиенттердің құрамын описанияға жазып кететін боламын. Әрмен қарай құрғақ заттарға, яғни ұнға қопсытқыш қосып араластырып, оны массамызға салып, қайтадан миксерлейміз. Онан кейін үккіштен өткізілген сәбізді қоспамызға қосып араластырамыз. Бисквиттің текстурасы осындай болып шығады. Енді осыны формочкаға құямыз. Менің диаметрім 22 см. 180 градуста 40-45 минутта пісіреміз. Міне бисквитіміз дайын болды. Егер диаметрі 20 см формочкаға пісіретін болсаңыздар, онда биігірек болып шығады. Енді қажет емес жерлерін кесіп тастайтын боламыз. Ал бисквиттің өзін мен 3 бөлікке, яғни 3 коржға бөлетін боламын. Әрбір корждың биіктігі осындай болады. Енді торттың креміне көшсек, мен крем-чиз дайындайтын боламын. Ол үшін 33% кез келген сливке жарайды, тек шантипак, виппак емес, себебі ол сливкелер торттың дәмін құртатын болады. Сливкиді миксерлеген кезде алдымен көпіршіктер пайда болады, одан кейін осындай жолақтар пайда болған кезде творожный сырды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Бастапқыда қандай жылдамдықпен бастадыңыз, соңына дейін сондай жылдамдықпен миксерлейтін боламыз және шетінен сахарная пудра қосамыз. Кремнің дайын болғанын, оның қоюланғанынан білетін боламыз. Міне осындай күйге жетсе, онда крем дайын. Енді кезекте тортты жинаймыз. Ал кремді арнайы кондитерлік қапқа салып, қарапайым түрде тортты жинап шығамыз. Ал торттың бетін өздеріңіздің қалауларыңызша, фантазияларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Осымен тортымыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған аяла қош сау болыңыздар.